Сәлеметсіздер ме, балалар? Егер орыс ғалымы Михаил Ломоносовтан поэзия Александр Пушкиннен бастау алса, онда орыс музыкасы Михаил Глинкадан басталады. Оның жұмысы барлық кейінгі орыс сазгерлері үшін үлгі болды. Халық өнерінің дәстүрлеріне және еуропалық музыканың жетістіктеріне сүйене отырып, ол орыс сазгерлік мектебін құралған классикалық музыканың негізін салушы. Михаил Иванович Глинка Ресейдегі алғашқы кәсіби сазгер болды. Ол шағын, бірақ әсерлі шығармашылық мұра қалдырды. Ең қызығы, Глинка кәсіби музыкалық білім алмаған. Кішкентай Миша өзінің алғашқы музыкалық әсерін Смоленск облысындағы атақонысты алды. Ал оны фортепиано мен скрипкада ойнауды бала күтушісі үйреткен. Музыкаға деген құштарлығы мен дарындылығына қарамастан, болашақ сазгердің отбасы баланың музыкамен шындап айналысатынын ойлаған да жоқ. Сондықтан жас Миша астаналық благородный пансионына оқуға түседі. Айтпақшы, осы жерде ол Пушкинмен танысады. Ол сол жерде оқитын інісіне жиі келетін. Әкесінің талабы бойынша оқуды бітіргеннен кейін Глинка мемлекеттік қызметке орналасады. Айта кету керек, ол музыканы ешқашан ұмытпаған. Аспапта жиі ойнап, өз шығармасынан романстарды суырып салма орындады. Бір сәтте Глинка өзін толығымен сүйікті ісіне арнап, кәсіби сазгер боламын деген батыл шешім қабылдады. Ол үшін білімін толықтыру керек еді. Сөйтіп, Михаил Иванович Европа бойынша ұзақ сапарға аттанады. 1830-33 жылдары Европаны аралап жүріп, өзінің ұлы замандастары Беллини, Доницетти, Мендельсон және Берлиозбен танысады. Берлинде музыка теориясын зерттеп, сазгерлік өнерін айтарлықтай кеңейтті. 1835 жылы ол өзінің жаңа туындысы «Патша үшін берілген өмір» операсын Санкт-Петербургтың бас театрына әкелді. Дебют өте сәтті өтті. Бұл 17 ғасырдың басында поляктардың Мәскеуді басып алу кезіндегі қарапайым шаруа Иван Сусаниннің ерлігін баяндайтын патриоттық драма болды. Шебердің бұл туындысы бірінші ұлттық орыс операсы болды. Көрермендерді Иван Сусаниннің «Менің таңым атады» атты финалдық ариясы таң қалдырды. Ал опера эпилогындағы хордың салтанаттылығы нағыз әнұранға ұқсайды. Глинка көп ұзамай тағы да бір опера жазуға кірісті. Бұл жолы ол Пушкиннің Руслан мен Людмила өлеңін әдеби сюжет ретінде қолдануды ұйғарды. Осылайша ол көптеген сазгерлер ұсынатын орыс опера өнерінің тағы бір саласы қияли ертегі жанрына жол ашты. Глинка Александр Пушкинді кейінгі сазгерлердің ұрпақтарына сюжет көздерінің және тақырыптардың негізгі жеткізушісі ретінде ашқан. Айта кету керек, сазгердің өзі Пушкиннің өлеңдеріне бірнеше рет романс жазған. Ал солардың бірі «Керемет сәт» есімде. Сазгер балда жас Екатеринаны кездестіріп, оған ғашық болып қалды. Белгілі болғандай, бұл қыздың анасы жас кезінде сол кездегі жас Александр Сергеевич Пушкиннің де қиялын таң қалдырды және ақын оған ең әдемі өлең жолдарын арнады. «Керемет сәт» есімде, менің алдымда көрініс ретінде таза сұлулық, данышы сияқты. Қашық сөздер осы Пушкин жауһар туындысын есіне алып, оны музыкаға түсіріп, шығарманы ақынның сүйіктісінің қызына арнаған. Бұл романс нағыз қазынаға айналды. Глинка тек 2 опера мен бірнеше романс жазса да, орыс музыкасының тарихына енер еді.
Алайда оның қосқан үлесі бұдан да зор болды. Михаил Иванович симфониялық оркестрге шығармалар жазған алғашқы орыс сазгері болды. Мысалы, Испаниядағы сапарынан алған әсерлермен Арагон хоты немесе біз бұрын айтып келген сүйікті Екатерина Кернге арналған қияли вальс таңғалдырады. Бірақ сазгердің одан да маңызды үлесі орыстың халық әуендері негізінде жазылған алғашқы симфониялық шығармасы Камариндық болды. Кейіннен сазгер Петр Ильич Чайковский Глинканың Камариндық симфониясынан барлық орыс музыкасы бастау алады деген. Михаил Глинканың сазгерлік дарындылығын тек жерлестері ғана емес, еуропалық тыңдаушылар да жоғары бағалады. 1857 жылы ол Берлинге барып, онда оның «Патша үшін берілген өмір» операсы орындалуы керек еді. Сонымен қатар, бұл сапар сазгерге белгілі музыка теоретигі Денмен сабақ бастау үшін және Бахтың партитураларын зерттеу үшін қажет болды. Өкінішке орай, Глинканың жоспарлары тағдырдың жазуымен үзілді. Оған суық тиіп, өкпе қабынуы тез дами бастады. Соның салдарынан сазгер қайтыс болды. Сазгер саны жағынан аз, бірақ көлемі, жаңашылдығы жағынан әсерлі музыкалық мұра қалдырды. Оның шығармашылығын болашақ данышпандар Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский оқыды. Оның есімімен көшелер мен оқу орындары аталды. Оның есімі отанда да, шетелде де мәңгі қалды. Бұл Глинканың танымалдылық пен сүйіспеншілікке ие болғанын көрсетеді. Тақырып бойынша 3 сұрақ қояйын. Бірінші сұрақ: алғашқы орыс операсы болған Глинканың операсы қалай аталды? Екінші сұрақ: әйгілі «Мен керемет сәт есімде» романы кімнің өлеңдеріне жазылған? Үшінші сұрақ: орыс халық музыкалық тақырыптары алғаш рет қолданылған Глинканың оркестрге арналған шығармасы қалай аталады?